Қош келдің Рамазан. Ассалаумағалейкум құрметті көрермен. Баршаңызды қасиетті Рамазан айының келуімен шын жүректен құттықтаймын. Бұл мейірім төгілетін, дұғалар қабыл болатын, жүректер жұмсаратын ерекше ай. Бұл ай тек аш жүру емес, бұл рухани жаңару айы. Ал сол жаңарудың ең алғашқы қадамы ниет. Арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, жақыныңызбен бөлісе отырыңыз. Бүгін біз Рамазанға байланысты ең маңызды тақырыптардың бірі ниет туралы әңгіме қозғаймыз. Ниет дегеніміз не? Ниет бұл жүректің қалауы, адамның істейтін амалын Алла разылығы үшін жасауға бекіну. Исламда ниет өте үлкен маңызға ие, себебі адамның әрбір ісінің бағасы ниетіне байланысты болады. Бір амал сырттай қарағанда үлкен болып көрінуі мүмкін, бірақ ниет дұрыс болмаса, оның сауабы болмайды. Ал кейде кішкентай іс шынайы ниетпен жасалса, ол Алланың алдында үлкен сауапқа айналады. Сондықтан Рамазанға дайындық тек азық-түлік жинаудан емес, ең алдымен жүректі дайындаудан басталады. Рамазанға ниет не үшін керек? Кейбір адамдар ораза ұстаймын болды деп ойлайды. Бірақ Рамазан жай ғана аш жүру емес. Ниет бізге бірнеше нәрсе береді. Біріншіден, мақсат береді. Ниет еткен адам Рамазанға жай кірмейді, ол оны саналы түрде қарсы алады. Екіншіден, сабыр береді. Шынайы ниетпен ұстаған адам аштықты ауырсынбайды, өйткені ол не үшін ұстап жүргенін біледі. Үшіншіден, сауапты көбейтеді. Ниет дұрыс болса, адам ұйықтап жатса да сауап жазыла береді. Рамазанға қандай ниет ету керек? Рамазанға кірерде әрбір мұсылман өзіне сұрақ қою керек. Мен бұл айдан не қалаймын? Тек аш жүру ме? Әлде Аллаға жақындауды ма? Мынадай ниеттер өте маңызды. Алланың разылығы үшін ораза ұстау, Аллаға жақындау, күнәлардан арылу, жүректі тазарту, мінезді түзету, дұғаларды көбейту. Ең дұрыс ниет, я Алла, мен бұл айды сенің разылығың үшін өткіземін деген ниет. Ниетсіз амал, денесіз рух сияқты. Ғалымдар айтады, ниетсіз амал жансыз дене секілді. Мысалы, бір адам садақа береді, бірақ мақтан үшін. Екінші адам аз ғана береді, бірақ шынайы ниетпен. Алла алдында қайсысы үлкен? Әрине, шынайы ниетпен берген адам. Сол сияқты ораза да біреуі аш жүреді, бірақ тек әдет үшін, ал біреу Алла үшін ұстайды. Айырмашылығы жер мен көктей. Рамазан ниетті түзететін ай. Бұл ай өзімізді қайта қарауға мүмкіндік. Рамазан келгенде біз өзімізге мынадай сұрақтар қоюымыз керек. Мен қандай адаммын? Қандай қателігім бар? Қалай өзгеремін? Рамазан тек тамақтан тыйылу емес, ол жаман сөзден тыйылу, өсектен тыйылу, ашудан тыйылу. Ал мұның бәрі ниеттен басталады. Ниетті қалай күшейтеміз? Мына амалдар көмектеседі. Бірінші, дұға жасау. Я Алла, ниетімді таза қыл деп сұрау. Екінші, Рамазанның қадірін ойлау. Бұл ай жылына бір-ақ рет келеді. Үшінші, өмірдің өткіншілігін еске алу. Бұл соңғы Рамазанымыз болуы мүмкін. Төртінші, жақсылық жоспарлау. Қанша Құран оқимын, қанша садақа беремін, кімге көмектесемін? Ниет өзгерістің бастауы. Барлық үлкен өзгеріс ниеттен басталады. Адам ниетін түзетсе, жүрегі жұмсарады, сөзі өзгереді, мінезі түзеледі, өмірі нұрланады. Сондықтан Рамазан бұл тек бір ай емес, бұл жаңа өмірдің бастауы. Қорытынды. Құрметті көрермен, Рамазанға кіргенде ең бірінші нәрсе дастархан емес, ниетіңіз дайын болсын. Өзіңізге мына сөзді айтыңыз. Я Алла, мен бұл Рамазанды тек сен үшін өткіземін. Жүрегімді тазарт, күнәларымды кешір.
мені жақсы адамдардың қатарына қос. Сонда Рамазан сіз үшін жай ай болмайды, ол сіздің өміріңізді өзгертетін ай болады. Бүгінгі ақпарат пайдалы болса, арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, видеоның таралуына үлес қосып, сауапқа кенеліңіз. Ұстаған оразаңызды, тілеген дұғаларыңызды Аллах көркем түрде қабыл етсін. Әумин.